Қайырлы күн, бүгін осындай дәмі тіл үйіретін жып-жұмсақ печеньелер жасайтын боламыз. 2 жұмыртқаны жарамыз. Оған 90 грамм қант қосатын боламыз. Егер тәтті болған қаласаңыз, көбірек қосуға болады. Кейін оны шанышқымен немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Үстіне 80 мл шемішке майын құямыз. Енді ең басты нәрсе 2 қасық бал салатын боламыз. Бұны да жақсылап араластырамыз. Венчикпен де араластыруға болады. Мен қасықпен араластырдым. «480 грамм ұнға 2 кішкентай қасық қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін оны жаңағы қоспамызға қосатын боламыз. Қасықпен жақсылап араластырып болған соң, қолға ұстауға келгендіктен қолмен илейміз. Кейін 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамырымызды 30 минуттан кейін тоңазытқыштан шығарамыз және осындай қалыңырақ, қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес қылып жаямыз. Сосын осындай ыдыстың көмегімен немесе форма болса, форманың көмегімен печеньенің формасын жасайтын боламыз. Бір жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын ажыратып, ақ уызын осылай печеньелердің үстіне жағатын боламыз. Ақ уызды жағып болған соң, вилканың көмегімен осылай өрнектер жасаймыз. Енді 180 градуста қызған пешке 10-15 минутқа қоямыз. Осындай ауызда еритін жып-жұмсақ печеньелер шықты. Баршаңызға рахмет. Келесі кездескенше каналға жазылуды ұмытпаңыздар.